Сататын вебинар сабағына қош келдіңіздер. Осы сабақта біз сіздерге келген адамдарға максималды түрде сата алу үшін біз сатылым вебинарын жасаймыз. Және оның структурасы қандай болу қажет деген тақырыптарды қозғайтын боламыз. Атайтып тұрғандай, сататын вебинардың негізгі мақсаты оның сату. И көп эксперттер осы жерде бір қателесетін жайттар болып жатады. Аудиторияға сатам деп ойлап, максималды пайдалы болуды ойлайды. И осы кезде өзінің экспертлік білімін вебинарда беріп тастайды. Аудитория оны қабылдайды. Вебинар бойынша обратный отзывтар, комментарийлар өте жақсы, сіз керемет күшті ақпаратты айттыңыз, миымды жарды дейді. Бірақ конверсия в оплату, яғни продажа саны өте аз болады. Себебі сіз вебинар барысында аудиторияға недозированный, яғни дозаланбаған ақпаратты беріп тастадыңыз, аудиторияны көтере алмағандықтан сізге алғысын білдіреді және оны бірден жасауға қарай кетеді, бірақ сізден продукт сатып алмайды. И қазіргі таңда эксперттердің, нарықтағы эксперттердің ең көп қайталанатын қателіктері осы. Енді оны қайталамас үшін біз не істеуіміз қажетпіз? Қазір мен сіздерге жалпы сататын вебинардың структурасын жазып берем. Оны біз осындай бір линия қылып алайық. Мынау біздің 1,5 сағат бойы жүріп өтетін жолымыз. И ол неден басталады? Ең бірінші бұл орг моменты деген нәрседен басталады. Организационный моменты. Яғни көп кісілер вебинар басталмай жатып, оны тексермегендіктен, яғни естіліп тұрма, көрініп тұрма деп нәрсені тексеріп алмай, бірден вебинар баста кетеді. Және мына нәрсені тексермегендіктен, кейде техникалық ақау қате болғандықтан, осы жерден кеткен соң, мына нәрсенің барлығы уже мағынасын жоғалтады. Смысл теряется. Адам естімей тұр, адам сізді көрмей тұр, қат қалып жатыр. Сіздің күшті вебинарлық структураларыңыз уже басында кетіп қалады. Сондықтан ең басында организационный моменты. Көрініп тұрма, естіліп тұрма. Көрініп, естіліп. Соны біліп алуларыңыз қажетсіздер. Екінші маңызды нәрсе. Бұл бүгінгі вебинардың бағдарламасын айту. Яғни өздеріңізде байқаған шығарсыздар, кітапты ашқан кезде ең бірінші мазмұны тұрады. Яғни мазмұны. Бүгін вебинарда не болады? Не айтасыздар? Қандай тақырыпты қозғайсыздар? Не үйретейін деп жатсыз? Не көрсетейін деп жатсыз? Мазмұны. И осы жерде мазмұнның ішіне біз бонус қосып жереміз. Бонус немесе ол open loop деп аталады. Open loop. Яғни открытая петля дейді. Мазмұнды айтасыздар, сіздер бүгін мысалы бірінші мына нәрсені үйренесіз, екінші мынау, үшінші мынау, төртінші мынау. И ең қызығы бүгін вебинарға қатысқандарға сабақтың соңында там бонус аласыздар. Қандай бонус? Міне, мынандай бонустар. Яғни тіркелгендеріңіз үшін біз сіздерге осындай бонус берейін деп отырмыз. Қатысқандарыңыз үшін бұл бонустың негізгі құны мысалы 2000 теңге еді, бірақ сіз бүгін осы вебинарға до конца отырсаңыз, бұны тегін ала аласыздар. Оны қалай алу керектігін мен вебинар соңында айтам деп, біз вебинар соңына open loop жасаймыз. Яғни адам осы бонус үшін міндетті түрде вебинарды соңына дейін көруге тырысады. Мына нәрсе болмайтын болса, вебинардың удержаниясы азайып кетеді. Яғни продающий частьке дейін адам қалмай қалады. Сондықтан мынау якорь, бұл өте маңызды нәрсе. Одан кейін маңызды нәрсе интерактив. Интерактив, танысу немесе. Аты жөніңіз кім, қай қаладансыз, немен айналысасыз, не жасайсыз, не үшін бұл сабаққа келдіңіз деген нәрсе вебинарда кімнің басты екенін, кімнің маңызды екендігін көрсетеді, және сізге аудиториядан обратный отзыв байқайсыз. Одан кейінгі маңызды нәрсе бұл тоже мына жерде қолдансаңыз болады, организационный моменті да немесе интерактивтен кейін. Бүгінгі сабақ максималды пайдалы болу үшін. Бүгінгі сабақ пайдалы болу үшін не істеу қажет? Оны ноутбуктан көру қажет па? 1,5 сағат өзіне арнау қажет па? Не істеу қажет? Соны айтасыздар. Мына нәрсе кто здесь хозяин деген нәрсеге жауап береді. Егер сіз вебинарда там боқтайтын болсаңыз, негатив жазатын болсаңыз, мен сізді банға жіберем. Яғни вебинар ол менікі, сіздер қонақсыздар деген нәрсені осы пайдалы болу слайдымен дәлдеп береміз. Ол жерде қандай слайдтар болуы мүмкін? Вебинар 30 секундқа, 40 секундқа кешігу мүмкін. Сондықтан пайдалы болу үшін телефоннан көріңіздер, интернет жақсы жерге барыңыздар, сырттан есікті жауып тастаңыздар, чатта активный болыңыздар, чатқа реклама қалдырмаңыздар. Қалдырған жағдайда мен сіздерді банға жіберем, немесе вебинардан шығарып жіберем деген секілді ескерту жасайсыздар.
Одан кейінгі маңызды нәрсе бұл танысу, сіздің қазіргі экспертіңіздің қазіргі жағдайымен таныстыру, яғни точка Б-сын айтып беру. Точка Б немесе таныстыру, иә? Мысалы, Сержан Тоқай 2,2 миллиард обороты бар компанияның негізін қалаушы, Инэкспорт логистикалық компаниясының директоры деген сияқты өзіңіздің кім екеніңізді, сіздің эксперттілігіңіз айтылады мына жерде. Точка Б-да сіздің немесе сіздің экспертіңіздің эксперттілігі және дәл қазіргі нәтижесі айтылады. Мұхит Нұрданұлы, интернет-маркетолог, онлайн-продюсер, айына 35 миллион теңге табыс табатын жаңағыдай кәсіпкер деген сияқты точка Б айтылады. И бұл точка бізге не үшін айтылады? Себебі біз дәлнейшім осы точка Б арқылы біз сторителлингқа кетеміз. Яғни біз мына жерде бірінші точка Б-ны айтамыз. Точка Б. Точка Б-ны айту себебіміз біз точка А-дан қазір сторителлинг бастаймыз. Яғни точка А-мыз қандай? Точка А-мыз сіздердің дәл қазіргі клиенттеріңіздің жағдайы. Олардың қазіргі состояниясы. Мысалы, айтатын болсақ, онлайн-продюсер курсында мен продюсер болмай тұрып, сторителлингім осы жерден бастады. Өздеріңізде байқаған шығарсыздар, вебинарда біз бірінші точка Б-ны қорғаймыз, өзіміздің кім екенімізді айтамыз, бірақ онлайн продюсерствоға келмей тұрып, мен мынандай адам болғанмын, точка А болғанмын. И осы адамдар сіздердің қазіргі клиенттеріңіз. Клиент. Яғни қазіргі клиенттеріңіздің жағдайы. Мен осындай адам болғанмын. Шынында сондай. И точка А-дан бастап сторителлинг кетеді. Сторителлинг мынандай форматта өтеді. Бірінші точка А-дан бастап. Мысалы, менің сторителлинг мысалында түсіндірейін. Мен продюсерствоға келмей тұрып, бір сөзбен айтқанда, әртүрлі бизнес жасап көрдім, үлкен қарыздарға кірдім, бизнесті дұрыс жұмыс жасай алмағандықтан, және ол офлайн сферадағы бизнестарды, дәстүрлі бизнесті үлкен ақша табу үшін, үлкен ақшаны айналдыру керек деген нәрсемен жұмыс жасағандықтан мен үлкен қарыздарға кіріп кеттім. И мына нәрсе бұл первая попытка деп аталады. Яғни ақша табудың первая попыткасы. Первая попытка. Мен осындай адам болдым. Мен кәсіп жасап көрмекші болдым. История вверх кетті, әртүрлі бизнестер жасап көрдім. 13 миллион теңгелік оборотқа дейін шықтым. Мысалы, 13 миллион теңгелік оборотқа шықтым. Бірақ ол жақта дұрыс жүйелі түрде жұмыс жасай алмағандықтан мен үлкен қарыздарға кеттім. Мынау история вниз. Немесе система ВАК деп аталады. Визуально, аудиомен и тактильно история внизді жеткізе алу. Мысалы, мен тендермен айналыстым, 13 миллиондық оборотқа жеткіздім, бірақ бір нәрсені дұрыс подписать ете алмағандықтан мен 8 миллион теңгелік қарызға кіріп кеттім. И сол кезде біттім-ау деген ситуация сол кезде болған. И ең қызығы, хотя бы менің айлық шығыным сол кезде 200 мың теңге болатын. Айлық кредитім 200 мың теңге болатын. Оны төлеуге ақшам болмады. И жығылғанға жұдырық ретінде маған сол кезде карантин келді. Бүкіл бәрімізге келді, бірақ жығылғанға жұдырық ретінде карантин болды. Карантин кезде мен мүлде табыс көзінен айырылып қалдым. Ол кезде хотя бы таксовать етіп, күніне 5 мың, 10 мың теңге тауып кредитін жауып жүрген адам едім. Жығылғанға жұдырық болып, карантин мен қаланың шетінде тұрғандықтан блокпост жабылып, мен мүлде табыссыз қалдым. И сол кезде мен өзімді ең жаман сезіндім. Өмірімде бірдеңе өзгерту керек деп шашымды алып тастаған кез болды. Яғни тақырбас немен үйде отырым, қалай табыс табу керектігін білмеймін. Аяғымен прям дноны пробил деп айтам өзімнің сторителлингімді. И бұл история вниз. История вниз. Бұны эмоционально жеткізе алу қажет. И ол жағдай қазіргі таңда бүкіл адамдарда да болып жатыр. И мына история внизға болған кезде біз мына жерде бір инсайт аламыз. Менің случайымда мен прям қатты қиналдым. Жаңағыдай күнделікті табыс жоқ, немен айналысатынын білмеймін, қалай ақша табатынымды білмеймін. И қатты қиыншылық көріп отқан кезде әйелімнің маған айтқан бір сөзі сол жерде инсайт болды. Яғни ол қандай сөз? Әр қиындықтың артында бір жақсылық бар деген нәрсе мені келесі попытка жасауға итермеледі. Яғни мен бір инсайт түсіндім, бір инсайт алдым. Ол инсайт мен қазір жасап болғаннан кейін толыққанды түсіндірейін. Сол инсайттан кейін мен екінші попытка жасадым. Шынымен өзім не қызығатын едім, қандай салада жетістікке жеткім келеді деген сұрақты өзіме қоя бастадым. Сол кезде осы оказывается мен бұрыннан маркетингке қызығатынмын. Маркетингті бұрыннан бері зерттеген, кітаптарымның 80% маркетинг екен, бірақ почему-то мен тендерда жүрмін.
Сол кезде не болса да көрейін деп үйдің астына кішігірім офис жасап сол жерде маркетинг алғашқы қадам жасағам. Нәтижесінде міне өздеріңіз көріп отырғандай нарықта ең бірінші инсайт, мен мына жерде қандай инсайт алып едім? Нарықта жоқ бір продукт алып келем. Ол таплинг маманы деген продукт сол кезде әлі Қазақстанда жоқ еді. Бірақ бүкіл адамдардың сол продуктке мұқтаж екенін сезінем. Соны үйде бір воронка жасайым. Сол воронканы запускать етудің арқасында мен осы жерге жетем. Мынаны b.b штрих дейік. Өзім жақсы нәтиже көргеннен кейін, өзім белгілі бір табыс тапқаннан кейін, осы нәрсемен бөлісейін деп шештім деген нәрсе, ол осы біздің жасайын деп отқан продуктымыз, немесе жасайын деп отқан тегін вебинарымыздың логикасын түсіндіріп береді. Енді қараңыздар. Точка А-дан точка Б-ға дейінгі бірінші не? Мысалы, мынау бірінші попытка, бұл ескі методика. Жалпы сторителлинг форматында сіздер түсіндіруіңіз қажетсіздер. Менің бірінші жасаған попыткам ол дәстүрлі бизнеспен айналысқандығым және ескі методикамен, ескі маркетинг құралдарымен жұмыс жасағанымның кесірінен мен неге түстім? Жаңағыдай история вниз болды, қадалдым. Мынау қадалу ғой, короче. Қадалу. И сол жерде түсіндім, что оказывается уже бұрынғы маркетинг инструменттері жұмыс жасамайды, басқа бизнес түрімен айналысып көру қажет деген нәрсе. Бұл сіздердің осы сабақтың соңында сатайын деп жатырған продуктеріңіз, яғни мынау новая возможность, жаңа мүмкіндік. Жаңа мүмкіндік. Яғни менің сол кездегі таплингпен айналысуым, менің сол кездегі телефон арқылы сайт жасай алуым мені .b штрихқа жеткізді. Сол кездегі таплинг арқылы сайт жасап, айына 200-300 мың теңге табатын маман қылып дамытты. Яғни мына ескі методика жұмыс жасамай, мендегі новый методика, новый возможность менде жұмыс жасады. Және кейін осы продукт ретінде сатылды. Яғни сіздердің сторителлингіңізде инсайттан кейінгі жасалатын попыткаңыз, ол сіздердің сатайын деп жатқан продуктеріңіз. Түсініңіздер ғой, не үшін бұл нәрсе қолданылады? Себебі негізгі продукттың идеясы бұл сторителлингта сатылады. Енді қайттан структураға оралатын болсақ, біз .b-ны айттық, не үшін? Себебі біз дәлше өзіміздің сторителлингімізді айта алу үшін. Сторителлинг. И мынау сторителлингтің структурасы қалай айтылу қажет? Мен осындай адам едім, бірақ бәріміз ондай болып туылған жоқпыз. Мынандай адам болғам, мынандай бизнеспен айналысып көрдім, қадалдым. Не үшін қадалдым? Себебі мен ескі методикамен, ескі жүйемен жүрген екем. Кейін мына жерде понял, что это не работает. Надо думать по-другому. Жаңадан ойлану қажет, басқа нәрсе жасау қажет. Жан-жағыма қарауым қажет. И осы новый возможность, сіздің .b-ға көтерілуіңіз, бұл сіздің сатайын деп жатқан продуктыңыз, соның идеясы, соның идеологиясы. Хорошо. Мынаны түсіндік. Дальше кеттік. Сторителлинг сіздің эксперт екендігіңізді көрсетеді. Және контентқа ары қарай связка ашады. Контент дегеніміз сіздің басындағы сайтта, немесе таргетте жарнамалап жүрген нәрсеңіз, жаңағыдай. Яғни ең маңызды нәрсеңіз, осы мысалы Қытаймен бизнес бастаудың 5 қадамы деген нәрсе, онлайн мектеп ашудың 5 қадамы деп жарнамалаған нәрсеңіз осы контент. Бірақ контент өте қатты пайдалы болмау қажет. Мына жерде дозасын білу қажет. Контенттің ұзақтығы да өте ұзақ емес, 10-15 минуттың арасынан аспау қажет. Максимум енді бір барып ары кетіп ақпарат бітпей жатса 30 минут. Бірақ бұл жерде адамдардың дәл қазір жаса кететін возможностьін бермеу қажет. Мен өзімнің примерімді білем. Жаңағы автовебинардың схемасын мен осындай вебинар кезінде бергем. Адамдар өте довольный болды, барлығы рахметін айтты, алғысын білдірді, күшті отзывтар кетті, мені белгілеп салды. Бірақ ешкім продукт сатып алған жоқ. Себебі неге? Себебі мен контент бөлімінде өте құнды пайдалы ақпарат беріп жүргем. Мына жерде ақпарат дозированный болу керек. Обычно бұл жерде қандай ақпарат беріледі? Яғни тек новый возможность көрсетілу қажет. Қытаймен бизнес жасай алудың мүмкіншілігін көрсету қажет, немесе онлайн мектеп жасап ақша табуға болатындығының мүмкіндігін көрсету қажет. Кеттік. Контент кетті. Скажем, контент осы аралықта болды делік. Контенттен кейін уже бірінші окно, яғни бірінші связка кетеді. Связка. Яғни переход к продаже. Мынау бірінші окно продаж. Первое окно. Бірінші окно продаж. Связка қалай жүреді? Біз контент айтып болдық.
Енді кім осы мамандықты немесе кім осы возможностьті меңгергісі келеді, немесе кім Қытаймен бизнесті жасағысы келеді, мен дейді. Оны жасаудың, оны меңгерудің қандай жолдары бар, иә? Мысалы, бірінші сен Ресейдегі адамдармен үйрен, екінші өзің жасап көр, үшіншісі бізде бар курс бар, содан үйрен. Қайсысы дұрыс? Үшіншісі дейді. Все хорошо. Менде, кстати, как раз жақында курс бастайын деп жатыр. Осындай курс, рұқсат етсеңіздер айтайын. Осы бірінші окно продаж. Окно продажда не болады? Қараңыздар, жаттап алыңыздар, қазір бір окно деген нәрсені жаттап алыңыздар. Бір окно продажда бірінші курстың оффері кетеді, ұсынысымыз кетеді. Яғни менің Қытаймен бизнес жаса деген там 2 айлық курсым бар. Немесе 2 айда онлайн продюсер бол деген курсым бар, иә? Екінші, ол курс кімдерге арналған? Курс кімдерге арналған? Кімдерге? 3, қандай нәтиже алады? Нәтиже. 4-ші, бағдарламасы. 5-ші, мысалы, курстың құны. Енді осы қанша тұрады? Курстың құны. Мына жерде маңызды нәрсе бар. Курстың құнын жасаған кезде біз бірінші курстың негізгі бағасын сатамыз. Курстың негізгі бағасы дегеніміз не? Бұл скидкасыз, сіз өзіңіз курсты қаншаға бағалайтын едіңіз. Мысалға, курстың бағасы 300 мың теңгеделік. Біз басында ешқандай скидка жасамай тұрып, адамды осы 300 мың теңгеге алу үшін барлығын жасаймыз. Яғни 300 мың теңгені қорғаймыз. Көп эксперттердің жіберетін, көп онлайн продюсерлердің жіберетін бір типичный ошибкасы, 300 мың теңгені өз-өздеріне сата алмағандықтан, қорыққандықтан олар бірден скидка жасауға тырысады. Скидка жасап, сол скидкадағы бағаны сатуға тырысады. Бірақ негізгі мақсат, егер вебинар тура сол жерден бітіп қалатын болса, адам 300 мың теңгеге алуға дайын болуға қажет. Құндылығын 300 мың теңгеге көрсетуіміз қажет. Біз, мысалы, енді 300 мың теңге деген бұл абстрактный нәрсе, әркімде әртүрлі. Негізгі бағасын сатамыз. Негізгі бағасын сатып болғаннан кейін бізде 2 түрлі спуск болады. Біріншісі, осы вебинарға қатысқандар үшін, мысалға, бірінші спуск. Осы вебинарға қатысқандар үшін ол бірінші спуск. Яғни бағаны түсіреміз. Мысалы, 300 мыңнан 200 мыңға түсіреміз. Бұл бірінші спуск. Екінші спуск, алғашқы там 40 адам дейтін болсаңыз, алғашқы 40 адамға болатын болсаңыз, екінші спуск болады. Мысалы, бұл уже біздің сататын бағамыз болсын 99 мың теңге. Вот. Ең басты нәрсе, мен мына жерде сәлен қателестім. Мына баға негізгі бағадан 50%-дан төмен болмау қажет. Негізгі сіздің сататын бағаңыз сіз қорғайтын бағадан 50%-ға төмен болмау қажет. Мысалы, сіз 300 мың теңгенің құндылығын қорғап жатсаңыз, негізі 149 мың теңгеге сатуыңыз қажетсіз. Екі спуск осы нәрсенің ішіне кіру қажет. Мына жерде 99 мың емес, негізі 149 мың. 50%-тен артық скидка беру сәл опасный нәрселеу, себебі адамның миы сенбей қалуы мүмкін. Осы нәрсе біз курстың бағасын толық қорғап болдық. Енді 6-шы маңызды нәрсе, 6-шы нәрсе ол call to action. Енді дәл қазір 40 адамның қатарына кіру үшін төмендегі батырманы басып, сайтқа өтіп, предоплата болса, предоплата, толық оплата болса, толық оплата төле деп айтуымыз қажет біз. Осы нәрсе бұл бір окно продаж. Жаттап алыңыздар, бұл бір окно продаж. Біз бірінші окно продаждан кейін келесі связка жасаймыз. Бұл кейс. Сіздің курсыңыздан өткен адамдардың нәтижесі, кейсіңіз, немесе өзіңіздің кейсі болсын. Міндетті түрде кейс көрсетуіміз қажет. Кейстен кейін екінші связка ол 5 таңдау деп аталады. Ой, 5 себеп. 5 себеп. 5 себеп бөлімінде біз айтамыз, сенің Қытаймен бизнесті меңгере алмауыңның 5 себебі. Сенің онлайн продюсерді меңгере алмауының 5 себебі деп адамда сол клиентте осы жерде шығып отқан возражениені озвучить етіп, дыбыстап айтуымыз қажет біз. Қара, мысалы 5 себеп. Өзіңе ақша салмау, яғни адам өзіне ақша салмайын деп отыр, ойланып отыр. Өзіңе ақша салмау бірінші себеп деп айтып береміз. Мына себеп сенде қазір болса, сен все, дәл онлайн продюсер бола алмайын деп тұрсың, сондықтан осы жең деген нәрсе. Екінші себеп, мысалға, уақыт жоқ деу. Адам өз-өзін қазір ақтап алайын деп тұр. Кез келген бір причинамен ол сделканы заключать етпеудің амалын ойлап отыр. Яғни кез келген отмазка тауып алып, әрі қарай сделка болмаса екен деп отыр, Үшінші нәрсе, мысалға, мен бәрін білем деп ойлау, мен мына нәрсені білем деген сияқты. Бұл абстрактный нәрсе,
әр клиенттің, әр целевой аудиторияның шығатын возражениясын озвучить етіп беріп, егер осы страх болатын болса, осыны жеңбесең, сенің ары қарай табысты бола алмайсың деген нәрсені идеясын түсіндіру қажет. Осыдан кейін бізде екінші окно продаж басталады. Мынау екінші окно. Сондықтан дәл қазір менің осындай курсыма жазылып, 2 айдың ішінде осындай нәтиже жаса, бұл курсты кімдерге арнап жасадық, нәтижесінде кім боласың, қараш курстың бағдарламасы қандай, курстың негізгі құны қандай, сен бүгін уже вебинарға қатысқан үшін мынандай жеңілдік алып отырсың, ал қазір дәл қазір предоплата жасайтын болсаң, оплата жасайтын болсаң, сен мынандай жеңілдік аласың деп оны неге итермелейміз, продажаға итермелейміз, И мына жерде біз лайфхак айтып кетейін, дәл қазір 40 адамдардың қатарына қосылғаның үшін мен саған тағы бір бонус берем деп, бір бонуспен қызықтырған тоже болады. Түсініңіздер ғой, Яғни вебинарға қатысқан үшін біз бірінші спуск, бірінші скидка жасаймыз. Алғашқы 40 адам қатарына кірсең, сен 149 мың теңгемен аласың. 40 адамның қатарына кірген үшін мен саған тағы дополнительно мынандай чек-листтер, мынандай бонустар, мынандай возможностьтар берем деп итермелесеңіз, адамның возражениясы жабылады. Бұл екінші окно продаж. Екінші окно продаждан кейін сұрақ-жауап деген связка болады. Сұрақ. Адамдардың чат ташқойысында кімде осы курсқа байланысты немесе бүгінгі вебинарға байланысты сұрақ бар деп сұрақтарына сол жерде жауап бересіздер. Курс қалай өтеді, курстан нәтиже шығара алмай қалсам қалай болады деген секілді естественный возраженияларды өзіңіздің эксперттік біліміңізбен жабасыз. Сұрақтан кейін 3 таңдау деген связка болады. 3 таңдау. Әр вебинарға қатысқан адамда өзі 3 таңдау болады. Соны көрсетіп береміз. Дәл қазір сенде 3 таңдау бар. Қандай таңдаулар? Бірінші, өміріңде ештеңе өзгертпеу. Вебинарда тегін ақпаратты көрдің, все, мен бұны білем, ары қарай ештеңе етпей, немесе құр тегін ақпарат жинап алдың, ештеңе істемейсің. Соответственно, сенде ештеңе өзгермейді деген таңдауды көрсетеміз. Екінші таңдау, өзім. Мен ақша төлемеймін, бірақ осы нәрсені қазір өзім жасаймын деген ой болады оларда. Хорошо, өзің жаса көр, бірақ сен уақыттан ұтыласың, немесе мынаяқтағы подводный камендарды білмегендіктен қадалуы мүмкін деген нәрсені көрсетеміз. Бірақ жасаймын десең, пожалуйста. Үшіншісі, бізбен бірге гарантированный нәтижеге жетесің. Бізбен бірге осыны істейсің. Қай таңдауды таңдайсың? Үшінші таңдауды таңдаймын деп айтады. Мысалы, осознанный, адекватный адам, сізден уже курс сатып алуға дайын тұрған адам, осы нені айтады? Үшінші таңдау деседі. Хорошо, үшінші таңдау болатын болса, онда дейсіздер, сіздер үшінші окно продажды айтасыздар. Мынау үшінші окно. Үшінші окно, сондықтан, егер сіз үшінші таңдау таңдайтын болсаңыз, бізбен бірге гарантированный нәтижеге жететін болсаңыз, онда менің 2 айлық онлайн продюсер атты курсыма кел. Курсты қараш, как раз кімдерге арнап жасадық. Курстан қандай нәтиже аласың деп тұрмыз. Мына курстың бағдарламасын қараш, мынандай модульдары бар. Мынаны істейсің, мынаны үйренесің, былай жасайсың. Курстың негізгі құны мынандай баға еді. Бірақ сен уже осы жерге дейін көргенің үшін, вебинарға қатысқаның үшін 50% жеңілдік алып тұрсың. Дәл қазір предоплата жасайтын болсаң, сен 149 мың теңгелік жеңілдік аласың. Екінші спуск кет. Дәл қазір сол предоплата жасап чек жіберген үшін саған менеджер мынандай бонусты береді. Все, адамда егер осы структура бойынша дұрыс жұмыс жасайтын болсаңыз, адамда ешқандай возражение қалмайды. Қымбат, уақытым жоқ, ақша жоқ деген возражениенің барлығы осы вебинар структурасымен жабылады. Енді 3 окно продаждан кейін біз не істейміз? Біз мынау басындағы уәде етілген open loop'ты беруіміз қажетпіз. Мына жерде уәдені орындау. Вебинар барысында айтылған бонусты алу үшін менің парақшама кір, немесе заявка қалдыр, өздеріңізге қандай целевой действие қажет клиенттің. Біз мысалы соңында мына кісілерге бонусты беру үшін заявка қалдыр дейміз. Ертең менеджер саған хабарласып, осы бонусты беретін болады. Яғни біз адам соңына дейін көрді, демек бірдеңеге қызықты деп ойлаймыз да, одан бонусты алу үшін біз номерін алып қаламыз. Ертең менеджер толықтай хабарласып, оны потребностьтарын анықтап, возражениелерін жауып, бонусын беріп, мүмкін болса мына негізгі өнімді сататын болады. Бонусты, адам бонусы бар екенін әр этапта ескертіп отырсаңыздар, тіпті жақсы. Уәде етілген бонусым бар, естерінен шығып кеткен жоқ па? Уәде етілген бонусым бар деп ескертіп отырасыздар. Өнен кейін ең маңызды нәрсе,
көп эксперттердің жіберетін қателігі, мына организационный момент кезінде клиентпен сөйлесіп алады, болмаса мына интерактив кезінде клиентпен сөйлесіп алады, дальше чатты жауып қояды да, мұнан айтып шығады. Бұл үлкен қателік. Правило 5 минут деген нәрсе бар. 5 минут ережесі. Желательно әр 5 минут сайын өзіңіздің аудиторияңыздан обратный отзыв сұрап отырыңыз. Қалай болып жатыр вебинар? Ұнап жатыр ма? Кімде осындай болды? Кім мынаны істеді? Кім түсінді? Эфир қалай болып жатыр? От болып жатыр ма? Огонь деген нәрсені жаз кетіңіз, істе кетіңіз деген секілді әр 5 минут сайын желательно сұрап отырған дұрыс, себебі адам чатқа жазу арқылы ол оянып отырады. Ол осы воронканың бір части болып отырады, Мынау сататын вебинар структурасының тек бір түрі ғана. Негізгі смысловой части осы организационный моменты, не болатынын айту, сторителлинг, контент и сатылым бөлігі. Бірақ бұл әр аудиторияның, әр продукттың ерекшелігіне байланысты мына нәрселерді өзгертуге болады. Яғни өзгерту мүмкін емес деген нәрсе емес. Мына структураға қатайып қалмаңыздар. Бұны тестлеңіздер. Гипотезаңыз болсам, давайте мен бір окно продаждың орнына, не знаю, 4 окно продаж жасап көрейін. Мына жерге мынаны істеп көрейін. Сторителлингті бұлай ауыстырып көрейін деген секілді гипотеза жасап, соны тестлеп отырыңыздар. Бірақ мынау қазір уже жұмыс істеп тұрған вебинардың структурасы. Осы сабақтан кейін міндетті түрде осы структура бойынша уже презентация жасаңыздар. Бірінші презентацияның скелеті, костягі дейді, скелеті жасалынып шығады, яғни толыққанды бір PowerPoint болсын, Google Docsқа болсын, осылардың барлығын жеке-жеке жазып шығасыздар. Өздеріңізге керек, мысалы, организационный моменті дегеніміз ол естіліп тұрма, көрініп тұрма деген нәрсе, мазмұны дегенге бүгінгі сабақта деген сияқты, толыққанды осын жазып шығасыздар. Тек әбден скелеті дайын болғаннан кейін ғана барып, оны дизайнерге беріп, немесе өзіңіз дизайн жасап, содан кейін ғана барып дизайнын жасайсыздар. Бірінші осы структура бойынша скелетін жасап алу. Так, олай болса, бүгінгі сабақта сіздер сататын вебинар структурасын үйрендіңіздер, түсіндіңіздер, және тапсырмасы ретінде міндетті түрде черновой вариантта мына структураны өзіңіздің экспертіңізға жасап шығыңыз, мына формат бойынша сторителлингін жасаңыз, мүмкін болса түсінбей қалсаңыз вебинарды қайтадан бір осы сабақты қайттан бір көріп шығыңыз, әрбір этапқа жеке-жеке тоқтап менің айтқан сөздермен бірге паузаға қойып қадам-қадаммен жасап шығыңыз. Себебі мына нәрсе, мына структура бұл өте маңызды. Скелеті дайын болғаннан кейін келесі сабақтарда біз сіздерге қалай презентация жасау қажет, соның скринкасттарын беретін боламыз. Олай болса, келесі сабақта кездескенше сіздерді міндетті түрде осы структураны жасап, автовебинарный воронканы құрасыздар деген ойдамын.